2016 жылы 4 маусым күні сағат 11-де мемлекеттік ұйғыр музыкалық комедия театрында халықаралық балаларды қорғау күніне арналған қайырымдылық концерт өтті. Концерт Қазақстан Халқы Ассамблеясының қайырымдылық керуені жалпы ұлттық акция шеңберінде ұйымдастырылып отыр. Қазақстанның барлық этномәдени орталықтарының қатысуымен қайырымдылық іс-шарасы өтіп жатыр. Бүгін барлық халықтар өздерінің ұлттық тағамдарын дәм татуға ұсынып отыр. Бұл іс-шарадан жиналған қаражат мүмкіндігі шектеулі балалардың емделуіне жұмсалады. Осындай шараларға жиі қатысыңыздар, көмектеріңізді аямаңыздар, себебі олар біздің көмекке зәру. Қайырымдылық іс-шара аясында 10 этномәдени бірлестіктердің қатысуымен ұлттық тағамдар жәрмеңкесі өтті. Сонымен қатар балалардың өз қолымен жасаған қолөнер бұйымдары мен сәндік өнерінің жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Бүгін бізде үлкен мереке ұйымдастырылып отыр. Көрермен халық үшін концерт тегін әрі кішкентай балаларға балмұздақтар таратылды. Жәрмеңкеде әр ұлт өкілдері өздерінің ұлттық тағамдарын таныстырып жатыр. Балалар біздің болашағымыз. Дұрыс идеологияны қалыптастырып және сана сезіміне ұлттық патриотизмді оятып, оларға қамқор болуымыз керек. Солай, 2015 жылы елбасының мейірімді бастамасын Қазақстан Халқы Ассамблеясына болады. Іс-шараға Астанадан келген қонақтар, Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері, танымал қоғам қайраткерлері, этномәдени бірлестіктердің өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, қайырымды жандар мен меценаттар, мемлекеттік орган өкілдері мен бұқаралық ақпарат құралдары қатысты. Акция шеңберінде жиналған қаражат 2011 жылы туылған Амина Сапар мен 2000 жылы туылған Зарина Ауғанбайды емделуге және оңалтуға жұмсалады. Я очень надеюсь и верю, что благодаря сегодняшней вашей поддержке и помощи моя Амина сможет играть, бегать, ходить в школу и жить полноценной жизнью. Невозможно не восхищаться такими мамами, которые не теряют надежду, ищут возможность. Мы желаем здоровья и счастья всем, кто сегодня пришел, поддержал, не остался в стороне. Спасибо вам огромное всем. Қаламқас Қанатқызы, Руслан Дуганов, Таңертең арнасы.